Түлкі мен қасқыр. Ертегі. Ертеде түлкі мен қасқыр айырылмас дос болыпты. Бір күні екеуі жортып келе жатып, жол үстінде жатқан бір кесек еттің үстінен шығыпты. Етті түлкінің де, қасқырдың да жегісі келеді. Қасқыр қасындағы түлкіге: «Ал, сен же ғой, достым», депті жол беріп. Түлкі арсылаңдай күліп: «Менің аузым ораза ғой, достым, білмеуші ме едің? Сен-ақ жей бер», деді. Қасқыр етті жемек болып тұмсығын созады. Енді шетінен тістей бергенше мойнын қақпан қауып алады. Ет бір шетке ұшып түседі. Түлкі етті қағып алып қылғи салады. Мұны көріп тұрған қасқыр: «Ей, достым-ау, сенің аузың ораза емес пе еді?» деп сұрайды. Түлкі қылмың қағып: «Менің аузымдағы ораза ашылып, сенің мойныңа түсті ғой», деп зыта жөнелтті.